Айдана, қызым, ұйқың қанды ма? Бүгін үйге қонақтар келеді. Сен маған көмектесіп жібер, жарай ма? Мама, атқа барамыз дедің ғой. Әрине апарам, қызым. Бүгін көршілер қонаққа келетін еді. Қонақ күтіп алайық, содан кейін сені атқа апарамыз, жарай ма? Жарайды. Мама, төбеде көшеге ма? Иә, қызым. Біздің үйімізге жақын тұратын адамдардың барлығы біздің көршілеріміз. Халқымыз көршіні құдайындай сыйлаған. Сондықтан бүгін барлық тәттіні дайындап, оларды жақсылап етіп күтеміз. Анашың қандай тамақ істеп жатсың? Бұл біздің ұлттық тағамымыз бешбармақ. Қазір қамырын жаямыз. Жарайсың, Айдана. Осыдан кейін екеуміз бауырсақ дайындайық. Бауырсақтарды алып келдім. Пісіріңізші. Мына долама қандай ет? Бұл қазы. Жылқының етінен жасалынады. Бұны етпен бірге асқан дұрыс. Сол кезде сорпаға ерекше дәм береді. Қазақтың дәстүрлі тағамдарының бірі. Халқымыз қонақ күткенде міндетті түрде қазы қарта, жал жая қосып ет асқан. Айдана, қарашы, біздің үйге көршілер келді. Мұндай кезде не айту керек? Сәл емессіз деме. Ертеде осындай қонақтар келгенде халқымыз ас сату дәстүрін жасаған. Оның мәнісі жасы үлкеннің абыройын берсін, әрі қалған ас төгіліп, ысырап болмасын деген ниетпен осы дәстүрді жасап отырған. Көршілерге еттен кейін тәтті тағамдарын беріп, қонақтарды шығарып салдық. Содан соң қазақтың киелі жануары жылқының үстіне мінуге апардық. Әрбір қазақ баласына ерекше рух беретін сонау заманнан бері әрбір қазақтың астындағы мінсе көлігі, жесе асы болып жүрген қасиетті жануармен Айдана да танысып қайтты. Әлемде жер көлемі жағынан 9-шы орын алатын ата-бабаларымыз сонау замандарда ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен қорғап, кең байтақ даламызды біздерге аманат етіп қалдырды. Бүгінде біздің де міндетіміз сол ата-бабаларымыздан келе жатқан салт дәстүрлерімізді, ұлттық құндылықтарымызды өздерімізден кейінгі ұрпақтарға, балаларымызға сол күйінде жеткізу. Өз ұлтының салт дәстүрін, ұлттық құндылықтарын, тілін, дінін мықты білген ұрпақ ертеңгі күні болашағы зор болады. Сондықтан да дәл бүгінгі күннен әрбір баламызды тәрбиелеген кезде оларға махаббатпен, ұлтымызға деген құрмет және тіліне деген құрметті меңгерту әрбір ата-ананың міндеті. Отан біздер секілді кішігірім отбасынан құралады.